Мен Сырдария ауданы Жетікөл ауылы, номері 174-ші орта мектептің оқушысы Кеңесова Дильназ. Осы уақытқа дейін Қобыланды батыр жырын аяқтадым. Қобыланды батыр жыры мені отансүйгіштікке, патриоттыққа тәрбиеледі. Мен болашақта журналист болам, ал Қобыланды батыр жыры осыған түрткі болды. Естеміспен екеуі қонып жатса бір тауда, намаз шамнан өткенде, құтпан мезгіл жеткенде, құлағына батырдың бір дауыс кеп шулайды. Ту сыртынан бұл таудың бұрқыраған бу шықты, шуылдаған шу шықты. Бұл не қылған дауыс деп естемістен сұрайды. Айтпасына қоймайды. Сонда естеміс сөйлейді, сөйлегенде бүй дейді. Арғасында бұл таудың қызыл бастың елі бар, жасыл байтақ жері бар. Көктім аймақ ханы бар, неше мың сан жаны бар. Қанша жиған халқына көрсетіп тұрған сәні бар. Құртқа деген қызы бар, жұртына жайған назы бар. Оқушымның өзіндік ерекшелігі көркем мәнерлеп оқуда, жыр жаттауда өзіндік қабілеті және өзіндік дауыс мәнері ерекше. Сол себепті өз нақышына келтіре отырып, жырды жатқа айта біледі. Қобыланды батыр жырының жас ұрпақты отаншылдыққа, ұлтжандылыққа тәрбиелеуде тәрбиелік мәні өте зор. Осы жырды жаттаған оқушылардың бойында өз еліне деген сүйіспеншілік, мақтаныш сезімі пайда болатыны белгілі.